Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға бүгін 27 қыркүйекке арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Тоқтылар үшін сәтті күн, жаңа жоспарлар пайда болып, ең бастысы соларды іске асыруға күшіңіз пайда болады. Осы сәтті ұйықтап қалмаңыз, дейді жұлдыздар. Торпақтар күннің екінші жартысында сіздерге өздері келіп жабысқан жандардан абай болыңыздар. Олардың ниеті қара болуы мүмкін. Егіздер, сіздер ұсақ түйекке бола бас қатырмайсыздар және өте дұрыс жасайсыздар. Себебі бұл күннің қиындықтары жақын күндері жоққа шығады. Шаяндар, бұл күні жағымды, сіздер үшін тиімді, бірнеше адамдармен танысуларыңыз мүмкін. Сондай-ақ ескі досыңызға көмектесетін мүмкіндік туындайды. Арыстандар, күннің алғашқы жартысында өзгелердің жіберген қателіктерін дұрыстауға тура келеді. Сіз сол үшін біраз жүйке тоздырасыз. Бикештер, жақын адамыңызбен көптен ашылып сөйлесе алмай жүрсеңіз, сол күн келді. Өз сезіміңізді қорықпай білдіріңіз. Таразылар, таң азан мен қаржы мәселесін талқылаудың қажеті жоқ. Сондай-ақ мұндай мәселелердің шешімін күннің екінші жартысына қалдырғаныңыз дұрыс болады. Саршаяндар, жұмыста қателікке жол беру қаупі бар. Аса мұқият болыңыздар. Ең маңызды мәселелерді түстен кейінгі уақытқа қалдырсаңыздар сәтті шығады. Мергендер, сіздер үшін қызықты ұсыныстар түседі, дегенмен оларға жауап беруге асықпаңыздар. Тауешкілер, сіздер жағдайға сезіммен емес ақылмен қарайсыздар, сондықтан да өзгелердің тауы шағылған тұста сіздердің бақтарыңыз жанады. Суқиғыштар, қызықты бизнес жобаға ақша салу туралы ұсыныс түседі. Сол жоба арқылы жақсы пайда табуға мүмкіндік туады. Балықтар, сізбен ертеректе бірге жұмыс жасаған адамдар хабарласса таңғалмаңыздар, сіздер оларға керексіздер және олар да сіздерге пайдалы болады. 27 қыркүйекке арналған жұлдыз жорамалы осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Жұлдыз жорамал.